Саламатсыздар, шаяндар. Маусым айы қандай болмақ? Маусым айында қуаныш аспектісімен басталады. Әсіресе алғашқы 10 күндікте, 1 менен 10 аралығында. Осы кезеңде Юпитердің аспектісі бар. Бұл не? Бір армандарыңыз орындалады, сыйлықтар келеді, күткен адамдарыңыз келеді, немесе бір немерелі болу, бір дүниеге бала жоспарлану, бір осындай бір жаңалық. Әрі бір үйіңізге бір көптен күткен бір сатып алуыңызды жасайсыз, немесе оқу, көп адамдармен кездесу, достар, класстастар, және алыс жақын араларға бір қыдырып шығу, бір өте тез шапшаңдық, осындай кезең болады. Білімдерді жақсы меңгересіздер, көп клиенттермен жұмыс істейтін адамдар сіздерге сәтті кезеңдер болады. Ал енді осы Юпитер денсаулықтарыңызбен де көп айналыстырады сіздерді. Себебі бір жыл бойы, жыл 12 ай, мына 2024 жылдың маусымынан осы 2025-дің маусымына дейін сіздердің 12-ші салаларыңызда тұрды Юпитер. Әсіресе асцендентті шаяндар болсаңыздар, денсаулықпен айналыстырды сіздерді, бір жаттығулардан өткізді, немесе бір жақын адамдарыңыз дүниеден өтті. 12-ші сала дегеніміз әйтеуір бір ішке үңілу, оқшаулану, рухани бір ізденіс, көпшілікпенен сізді бір қатты араластырмайды, және бір оқулардан, бір кітаптар оқыдыңыздар, бір жалқаулыққа салынып ұйықтадыңыздар, немесе бір күш алатын жерлерге бір қыдырып шықтыңыздар, алыс жерлерге бір қыдырып шықтыңыздар, бір жоспарлы түрде бір операциялар болды, емханаларда жаттыңыздар, қайта әйтеуір бір денсаулықтарыңызбен, диеталармен, күнделікті жұмыс уақытыңыз, әйтеуір бір энергияңызды бір үнемдеу, немесе бір гормональды, бір сол жерде бір өздеріңізге бір бұзылыстар болса, сонымен айналыстыңыздар. Әйтеуір бір энергияларыңызды сақтау, үнемдеу, және жұмыс уақытыңызды қарау кезеңдеріңіз болды. Денсаулықпен көп айналыстырды. Немесе құпия бір қаржы, ақшалар, немесе өзгелерге айта бермейтін махаббат, осындай кезең. Әсіресе мына қариялар бар болса, балалар бар болса, мына сіздердің өмірлеріңізде әсіресе бұл денсаулық жағында алып келеді. Осындай кезеңнен өттіңіздер. бір жыл бойы, себебі Юпитер 12-ші салаларыңызда тұрды. Әйтеуір бір оқшаулану, немесе бір психологтарға көріну, бір сондай бір әйтеуір жандарыңыз бір рухани ізденісті қалады. Немесе бір күш алатын орындарға бардыңыздар, немесе бір ұстаздарыңызды кездестірдіңіздер, бір балалармен, қайырымдылықпен айналыстыңыздар. Енді Юпитер сіздердің 1-ші салаларыңызға келеді. Өте жақсы жаңалық. Сіздерге бір сәттіліктер, қуаныштар, сыйлықтар, сізге бір тәжірибе кіргізетіндей. Себебі Юпитер қайда барады? Бұл өте бір қуаныш, бақыт ғаламшар болып табылады. Кеңейтеді сол жерге. Көз қарасыңыздан бастап семья отбасыңызды кеңейтеді, үйіңізді кеңейтеді, немесе үйіңізде балаларыңызды көбейтеді, бір жаңағы дүниеге бір бала келіп жоспарланады. Себебі Юпитер өткен кезеңде көптеген әйел азаматшалар дүниеге бала алып келеді, бір жыл ішінде бала көтереді, немесе бір кәсіптер ашылады, себебі ол да кеңеюге жатады. Ал енді кейбір адамдар тіпті салмақ қосады, ол да кеңею, немесе көз қарасыңызды кеңейтесіз, шет жақтарға шығасыз, қыдырасыз, бір оқулардан өтесіз, бір осындай бір ең бір сәттілік, бір сізді жұрттар бір елейтін, сізге көп ұсыныстар келетін, немесе бір жұмысқа шақыратын, некеге отыратын, семья отбасы кеңейетін, тұрмысқа шығатын қыздар көп болады, үйленетін жігіттер көп болады. Үлкен жастағы адамдар болсаңыздар, сіздердің бір қайтадан бір кәсіптеріңізді өзгертесіздер, бір халықтың алдына шығуды жөн көресіздер. Әйтеуір бір қуаныш аспектісі. бір жыл бойы мұның күшін әсіресе осы маусым айының аяғында 25-нен бастап сезіне бастайсыздар. Қазір осы айдың басында өткенмен, бірақ бұл ғаламшар жай қозғалысқа еніп, бұдан соң барып қатты жаңа бір күшіне енетін уақыттары, жаңа ай туылады сіздердің белгілеріңізде, шаяндар белгісінде, осы маусым айының соңында бір циклдарыңыздың басталуы. Сіздердің бір туылған күндеріңіз келеді. Жылына бір-ақ мәрте жаңа ай туылады негізі әр белгіде. Осы кезеңде енді өзгелер деп жүрдіңіз, балаларыңыз деп жүрдіңіздер, немесе коллективіңіз, әйтеуір басқалар деп жүрсеңіздер, енді өзіңіздің бір күшіңізге енетін уақытыңыз. Тек өзіңіздің бір бет әлпетіңіз, өзіңіздің бір мамандығыңыз, өзіңіздің жаңағы бір жұмысыңыз, махаббатыңыз, сонымен айналысуды жөн көретін күн, кезең осы сіздің белгіңізде шаяндар белгісінде жаңа ай туылуынан басталады.
жаңа ай туылады, өте кішкене, ол енді өсе береді. Және ол бір айға ғана емес, бір жыл бойы өсу болады. Сондықтан жаңа ай туылудың алдында, осы маусым айының соңында 25-іне таман жаңа жоспарлар, жаңа армандар қойыңыздар алдарыңызға. Оның үстіне сәттілік ғаламшары Юпитерде сіздердің белгілеріңізде өтеді, осы маусымның 10-нан бастап өте бір сәттіліктер кезеңінде маусым айының соңынан бастап әсіресе 25-27 аралығында байқайсыздар. Бұл қалай болып келуі мүмкін? Бір сіздерге бір ұсыныстар келеді, звоноктар келеді, немесе бір көңіліңіздің бір көтерілуі, құрдан құр бір секіріп қуаныш кезең болады, немесе бір жақындарыңызбен кездесу, бір сыйлықтар уақыты болады, бір әдемі бір жерге шығу, әйтеуір бір кеңею, өсу кезеңді байқайтын боласыздар өздеріңіз барлық салаларыңызда. Жаңағыны айттым, бір жаңағы биыл міне тәж сізге кигізіледі деп міне жұрт енді сізге қарайтын кезең, сізді елейтін кезең. Әрі балалар, қарттар, апа, ата, ата-ана, балаларға қамқорлық, ата-ананы сыйлау, әрі ана тақырыптары міне сол жерде сіздің бір күшіңіз 2 еселеніп, 3 еселенетін болады. Тіпті бір балаларыңыз оқуға түседі, немесе бір әскерлерге кетеді, немесе үйленеді, тұрмысқа шығады, бір арманыңыздағыдай сіз марқаятындай бір үйіңізді бітіресіз, жөндеу жұмысын жүргізесіз, сол жерде көп бір қызықтар, сол жер бір дәмді, сол жерде бір сәттіліктер кезеңі болады. Және бұл тек қана жылулық энергиясы ғана емес, кәдімгі материалды түрде бір өзгелер арқылы қаражат, ақшалар келеді, пайдалар келеді, өзге жылдармен салыстырғанда өте бір сәтті бір жыл бойы болады. Және маусым ай соның басталуы сіздерде. 11 мен 16 маусым аралығында ай толуы болады. Ай толғанда не бұл? Үнемі бір сезімдеріміз шүпілдеп, сыртқа шығып өз-өзімізді бір ұстауымыз да қиындайды. Және бұл ай толуы міндетті түрде сіздерге әсер етеді, себебі кез келген жаңа айдың толуы, айдың толуы, немесе күн тұтылуы, ай тұтылуы, бұлардың барлығы сіздерге әсер етеді. Неге? Себебі сол жерлердің барлығында ай жүреді, ал ай сіздердің тікелей желеп жебеуші ғаламшарларыңыз. Сондықтан да болар мінез құлықтарыңыз бір өзгермелілігі содан. Себебі сіздердің желеп жебеуші ғаламшарларыңыз ай. Ай әр 2,5 күнде өзінің орнын ауыстырады. Ай ауысқан сайын сіздердің де көңіл күйлеріңіз сол белгіге қарай өзгеріп отырады. Өте жылдам тез өзгеріс. Және сонымен қатар өте бейімделгіштіктеріңіз де содан, сезімталдық, өзгелерді бір түсіне білу, бейімделгіштік, міне осы қасиеттің барлығын сіздерге ай береді. Әсіресе балалар, аналар өте жақсы сезінесіздер. Әрі бір өкпе, реніштер, бала секілді бір еркелеу, міне осындай кезеңдеріңізде соның өзі әдемі болатын болады, және сол сіздердің өкпе наздарыңыз жүзеге асатын болады. Тілектеріңіз орындалатын болады. Және осы 11 менен 16 маусым аралығы ай толу кезеңі сіздің қасыңызда бір отты адамдар егер бар болса, мергендер, тоқтылар, немесе арыстандар, сол адамдардың бірден жаңағы күшінің басымдығын байқайтын боласыздар. Сол адамдар бір адамдармен хабарласып, звондасып, ары-бері жүгіріп, сатып алулар, кездесулер, құжаттар тапсыру, бір бас қызып кеткендей бір сондай кезеңдер болып, сіздерде соны егер жанұяларыңызда, коллективтеріңізде адамдар бар болса, соны байқайсыздар. Және солардың өміріне келген өзгерістер сіздердің де өмірлеріңізді өзгертеді. Тіпті бір конфликтілер де болуы мүмкін. Келіспей қалушылықтар, бірде мінез көрсету деген секілді осы 11-нен бастап байқайсыздар. 11-і 16-сы, тіпті 18-не дейін жалғасады осы аспект. Ай толуы себебі өте бір күшті от белгісінде болады. Ішіндегіні айтып салу, еш нәрсені күтіп тұрмау, жұлдыздай бір жарқырау, қызбалық, еш нәрседен қорықпау, мұның екі жағы бар. Бұл бір маңызды, ертең деп бір қалдырып қайтқан істерді жүзеге асыратын, үйіңізге жөндеу жұмысын бастап кететін, бірден жаңағы апай-топайын шығарып, жаңағы бір тез жаңағы үйленіп, немесе үйіңізге бір той-томалақ жасап, ары-бері шаршайтын кезеңдеріңіз болуы мүмкін, немесе бір үлкен қызғаныш, күмәндар болып, бір сондай кезең болып кетуі мүмкін. Және үлкен бір ақша кредиттерге қол жеткізіліп, ал екінші жағынан мұның барлығына көп энергия, күш керек қой, өте шапшаңдық және тез болу керек болады. Сондықтан да тіпті бір травмалар алу, көліктерде, немесе кескіш заттар, жаңғыш заттар, абай болыңыздар осы аралықтарда.
осы айдың ортасында 11-нен бастап тіпті 20-сына дейін созылады. Немесе бір бүкіл әлемде де бір климаттың өзгеруі мүмкін, немесе бір жанғыш заттар, бір самолеттар құлап, немесе бір жерде бір жаңағы су, жер оқиғалары, табиғатта, және бүкіл әлемде де, мемлекеттерде де ең бір отты кезеңдер. Бір сондай байқайтын боласыздар. 17-18 маусым. Мына осы бір қатты қызбалы осындай кезең, ай толы шүпілдеп сезімдеріміз сыртқа шыққан кезең енді басылатын кезең. Себебі енді жер белгісіне энергия өтеді, от белгісіне. Бүкіл әлемде де осы атмосфераны барлығымыз байқайтын боламыз, және сіздер де. Себебі 17-18 осы аралықтарда мына енді бір құжаттармен, немесе пайдап келетін істер, тастайтын нәрсені тазалау, реттеу, ұқыптылық, бухгалтерия, отчеттар, шығыс кірісті есептеу, не пайдасы бар деп тек сонымен айналысу, сындар, ана жерді тазалап, мына жерді тазалайық, неғып құр жүрміз, реттейік деп, бір мидың бір жұмысымен айналысатын адамдар, әсіресе жазушылық, немесе бір есептеу, бухгалтерия, сол жерде бір пайдалар көру кезеңдеріңіз болады. Және үлкен көлемде, әсіресе шілде мен тамызда осыны үлкен түрде көресіздер. Бір осы 2025 жылдың ядросы, нағыз бір пайдалар келу, осы 2025 жылға арналған жоспарларыңыз бар ғой, міне соны жүзеге асыратын кездеріңіз. Немесе қастарыңызда бір сіздерге бір сүйеу болатын, мықты бір адамдар пайда болады. Жаңа ақшаны табуды білетін, адамдармен сөйлесе алатын, бір қозғалыстар жасайтын, айтқан жасатпай қоймайтын, және ол жерде бір қызбалық емес, бір мидың жұмысыменен. Міне сондай адамдар қасыңызда пайда болады, немесе өзіңіз сондай адамға айналасыз, егер жер белгісінде көптеген бір ғаламшарларыңыз бар болса, немесе асценденттеріңіз жер белгісінде болса. Үйіңіздің бір жөндеу жұмысын бастап кетесіз, немесе бір офисіңіздің, магазиніңіздің, немесе үлкен бір емделуіңізді, және бір қасыңызда бір жаңағы дос, немесе туысыңыз, немесе махаббат атаңыз, анаңыз деген секілді бір сондай адамдармен міне осындай бір істерді бастап кеттік деп өздеріңізге бір марқаятында кезеңдеріңіз. Әсіресе 3 ай бойына жалғасады, және маусым айының әсіресе мынау екінші жартысынан бастап. Астрологияда мойынға жауапкершілікті арту, шектеуші, өте мықты, уақыт әміршісі деп саналатын Сатурн деген ғаламшар болады. Міне осы Сатурн өзінің орнын ауыстырды. Енді сіз 10-15 жыл арасында немен айналысатыңыз, армандарыңыз өзгереді, бағытыңыз өзгереді. Сіз үшін арман болған армандар енді қатты, маңызды болмайды. Енді бір мамандығыңызды өзгертесіздер, немесе бір халықтың алдына бір шыққыңыз келеді, бір бизнес ашқыңыз келеді, немесе тіпті басқа бір елге көшіп кеткіңіз келеді, бір басқа бір қалаға көшкіңіз келеді, әйтеуір бір өміріңізді бір өзгерткіңіз келеді. Себебі мына Сатурн бір жаңағы бір тексерістерден өткізу, шыдамдылыққа сізді үйрету, бір қиыншылықтарды алып келетін ғаламшар негізінде. Орнын ауыстырды. Осы бір ұзақ уақыттардан кейін 15 жылға дейін күшін сезінесіз себебі. Және осыны айдың соңында байқайтын боласыздар. Бір армандарыңыз өзгергендей, және тіпті осы кезеңнен де өздеріңіз байқап жатырсыздар. Бір жаңағы бір нәрсенің уақытысы келгендей, бір нәрсені өзгертуге уақыт келіп жеткен секілді.